Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамда тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Тақырыпқа келетін болсақ, тақырыпты бастамастан бұрын бірер сөз айта кетейін. Осы қаңтар оқиғасы басталғаннан бері, мен осы эфирге шыға бастағаннан бері, маған елден не бір хаттар келіп тұрады, электронный поштама, былайынша жеке беттеріме. Мені сондай келіп жатқан хаттардың бірінде осы жиі кездесетін хат, енді шын аты болса да, лақап аты болса да, Серікбол деген кісі осы 2 жыл бойында жаңағы маған жазып тұрады елдегі жаңалықтарды, оның ішіндегі. Мына соңғы кезде осы кісіден тағы да бір 2 кісіден осындай хат жиіленіп кетті. Бұл хат жаңағы сол тақырыптың мазмұны сол. Тақырыптың мазмұнын осы кісілердің хатынан құрастырғанмын, бірақ рас өтірігін өздеріңіз шешесіздер. Енді былай қарап тұрсаң, кішкене шындықтың ұшқыны бар сияқты. Бірақ енді оны уақыт көрсете жатар. Бұл ағаларымыздың жазып отқаны рас па, бұрыс па, дұрыс па, оны уақыт көрсетеді. Одан қалды өздеріңіз не ойлайсыздар, осы жөнінде пікір қалдырсаңыздар. Бұл кісінің айтып отырғаны, Назарбаев ешқайда кеткен жоқ, ол рас, оны өзімізде көріп отырмыз, біліп отырмыз. Енді сорақысы, ол ешқайда кетпегені былай тұрсын, келіп, мынау қайтадан билікке отырады екен. Назарбаев қазір соған мені почва дайындалып жатыр екен, оны дайындап жатқан Тоқаевтың өзі екен. Осы кезге дейінгі жаңағы Назарбаевты бүйтеміз, сөйтеміз, Назарбаевтың жаңағы бауырларын соттаған болып, бауырының балдарын соттаған болып, одан кейін оларды шығарып жіберіп отырғанның бәрі көз бояушылық. Қазіргі күні міне бәрі ұмытылып жатыр ғой, олар ойлайды ұмытылып жатыр деп, бірақ халық ұмытқан жоқ оны. Олардың түйсігінде, олардың санасында солай болып тұр. Халық ертең күні бәрін ұмытады. Мынау жәлбақбайлар қайтадан мынау Назарбаевты алып келіп, қайттан таққа отырғызады екен. Тақ деп отырғаны мынау үкімет билікке шығар, Тоқаевтың орнына президенттікке. Біздің елде тақ жоқ, бізде хан да жоқ, тақ та жоқ, бірақ мынау есалаңдар, есуастар, со билікте отырғандар, бұл патша, бұл хан деп жүргендер. Міне сол жөнінде, осы жөнінде жазыпты. Назарбаев қайтадан билікке оралмақшы. Бұл кісі енді таққа деп жазыпты, мен оны тақ деп атағым келмейді ол жерді. Сол бұл кісінің айтуы бойынша, бұл Назарбаев қазір қайтадан билікке оралады екен. Сол билікке қайтарайын деп отырған сол Тоқаевтың өзі екен. Одан қалды, бұл кісінің жазатыны, Болат Назарбаев өлген жоқ, Дубайда тұрып жатыр екен. Анау Дариғаның Айсұлтан деген ұлымен бірге ма, бөлек па, бірақ бәрі сол Дубайда тұрып жатыр екен. Мынау Назарбаевтың ұрпақтары. Бұнымен бұл кісі айтқысы келіп тұрғаны, мынау аңқау қазақты дейді, тағы да алдап соғып отыр. Сол жердегі биліктегі Тоқаевтың жан-жағындағы жүргендердің бәрі қазақтың жаңағы мүддесі үшін шырылдап жүрген сымақтар, олардың бәрі бұл жағдайдың бәрін біліп көріп отыр екен. Тағы да бұл кісінің жазғаны, жаңағы бір жігіттер барып, мынау Болат Назарбаевтың моласын қазбақшы болған екен, тексермекші болған екен, бірақ ол жерге жете алмапты. Әйтеуір бастарын аман алып қашыпты. Ол жерде жаңағы күзет өте жаңағыдай қатты дейді. Рас өтірігін енді оны өзі біледі бұл үлкен кісі деп ойлаймын. Жазу төркініне қарағанда. Енді мені осындай жаңағы оны халық бәрін біліп отыр дейді. Мен білмеймін. Мен бұны бірінші рет емес енді естіп отырған, бірақ тап бұлай айтып отырған кісіден осы мені соңғы келіп жатқан хаттарының бәрі осы мағынада. Болат Назарбаев өлген жоқ, оның моласы да ешкім жатқан жоқ, ал Болат Назарбаев Дубайда рахаттанып өмірін сүріп жатыр дейді. Тағы да бұл кісінің айтып отырғаны, Назарбаевтың билікке келетініне сеніп отырғаны, кеше күні жаңағы Қайрат Сатыбалды босап шықты, Самат Әбіш баяғыдан бостандықта жүр. Міне сол Айсұлтанның айтып кеткен жаңағы
сақалы бар да мұрты жоқтар, мынау жүндібеттер дейді, солар тоғайда бір неғылған, топталған ұйымдары бар, әскері бар деген, міне солар енді кеше сатып алды. Бостандыққа шыққаннан кейін, Қайрат сатып алды. Бостандыққа шыққаннан кейін, міне қазір солар күштеріне мініп, сап түзеп жатыр дейді. Бұны да Құдай бетін әрмен қылсын, әрине. Бұлар егер ертең күні қандай бір жаманатты әрекеттерге баратын болса, әрине қайттан қиналып қалатын халық. Енді бұл кісінің жазуы жаңағы осыны айту керек, халық біліп отыру керек дейді. Бірақ халықтың көпшілігі бұны біліп отыр дейді. Мен енді бұл жағына өте сенгім келмейді, сенбеймін де, бірақ бетін Құдай әрмен қылсын, соны сіздермен бөлісіп жатырмын. Қалай ойлайсыздар? Рас па, өтірік па? Айсұлтанның тірі екені, Болат Назарбаевтың тірі екені, Дубайда рахаттанып өмірлерін сүріп жатқаны. Ең қорқыныштысы мынау Қайрат Сатыбалдының, мынау Тоғайда, білмеймін қай жер екенін, Тоғай деп отқан кісінің, Тоғайда жаңағы құрылып жатқан мынау топтары, жүндібеттері, ертең күні міне сақадай сай тұрып, бір Назарбаевтың айтуымен шабуылды бастайын деп отыр дейді. Ал соны билікке қайтарайын деп отырған мынау Тоқаевтың өзі дейді. Бұл да кішкене енді Назарбаевтың қайтқысы келгеніне, енді қайттан билікке келгісі келгеніне, өзі де келгісі келмейтін шығар мынау кешегі күннен кейін. Ал бірақ енді Тоқаевтың мынау кешегі күнгі Конституция күні, тәуелсіз күніндегі марапаттаған қаншама бәрін мектеп емес, басқа емес, бәр жерде марапаттаулар жүрді. Соның ең бірінші қатарында бұл Назарбаевты да айта өтті, жақсының жақсысын айтты. Бұл жақсы емес қой, оның несін айтасын? Қайта жаманның жаманын айту керек, құты қашыру керек. Жоқ, бұл жерде Тоқаев оны жаңағы ұмытпауымыз керек, елеуіміз керек. Несін елейсіз? Кешегі күні тым-тырыс отырған Алматы астанамызда, ол апарып Астанаға жаңағы Астанамызды көшіреміз деді. Естеріңізде ма? Неше жыл нансыз, сусыз, айлықсыз отырдық. Міне әйтеуір біздің буын, менің буыным, әйтеуір аман есен кішкене жастығымыздың арқасында, әйтеуір жан-жағымыздағы жақсы кісілердің арқасында, соның ішінде жаңағы Даша деген бізде бір магазинді ұстаған қазақтың өзімнің замандасым, міне соның арқасында, шынымды айтсам, менің буыным сол кездегі, сол жерде, сол төңіректе тұрғандардың бәрі сол кісінің арқасында күн көрдік. Бәрін бізге 5 айлап, жарты жылдап бәрін қарызға беріп отырды. Әрине оның бәрін қайтардық. Ол қымбатшылығы былай тұрсын. Айлығымыз бір айға жетпейді. Бір айдың алған азық түлігіңді жабу үшін 2 айлық айлығын кетіп отырды. Міне сонысын ұмытпауымыз керек па? Не жақсылық жасапты қазаққа сол Назарбаев? Оның бәрін тәптіштеп қазып тізіп айтпай ақ қояйын. Халық бәрін біліп отыр, менің буыным біліп отыр, менің үлкен буым біліп отыр. Кейінгі буындар да білет осы жайында. Соны ұмытпайық, сақ болайық, бірігейік, бірлігімізді арттырайық. Сөйтіп мынау бейбіт те берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.